Баршаңызға қайырлы күн. Менің есім Ләззат. Мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз өте дәмді болып пісетін синабоне бульчкиін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, қантты, тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендігі кезекте ашытқыны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ертіп дайындап қойдым. Енді оны қосып, тағы да араластырамыз. Одан соң жұмыртқамызды қосып, араластырып аламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. Електен өткізіп алынған ұн көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Достар, мені арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Қолдың көмегімен өте жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды 2-3 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз өте тез көтерілетін болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді оны бірінші кезекте қолдың көмегімен, одан соң оқтаудың көмегімен төртбұрышты етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Майды ертпей-ақ жұмсақ күйінде жақсаңыздар да болады. Егерде сіздерде корица, ол қант ұнтағымен араласпаған болса, онда қант ұнтағымен араластырып арасына себесіздер. Ал менде дайын күйі, сондықтан да осылайша тез арада сеуіп шықтым. Енді қамырымызды рулет секілді етіп орайтын боламыз. Осы кезде біз пешімізді қыздырып қоямыз. Себебі синабоне бульчкиін қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей, мен қамырымды 2 бөлікке бөліп, біріншісін пышақпен кесіп көрсеттім, ал екіншісін жіппен кесетін боламыз. Негізі шындығында жіппен кескен өте оңай әрі тез болады, және де бір текті тегіс болып шығады. Бұл бульчки өте дәмді және өте жұмсақ болады. Достар, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бетіне жұмыртқаны жағып шықтым. Жұмыртқаны жақпасаңыздар да болады. Қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Бульчкиларымыз піскенше мен қаймақ пен қант ұнтағын араластырып дайындап қойдым. Қазір біздің піскен бульчкилардың бетіне жағу үшін. Мінекей достар, біздің бульчкиларымыз пісті. Енді оған қаймағымызды жағып қоямыз. Одан соң суытып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, және де бір жасағанда ақ керемет болып шығады. Сондықтан да сіздерде дайындап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосыңыз. Ас болсын достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.